Неге бала 40 күннен кейін 40-нан шығарылады? Қазақта 40 күн адам өміріндегі ең алғашқы өтпелі кезең. Нәрестенің денесі, жүйкесі, ұйқысы, иммунитеті осы уақытта қалыптасады. Алғашқы 40 күн ең әлсіз, ең нәзік кезі. Сондықтан ата-бабамыз бұл күнді арнайы күтіп, баланың өмірі ұзақ, жолы ашық болсын деп ырымдап, үлкен кісілердің батасымен қасиетті салтты жасаған. Бүгін біз қазақ халқының ең мәнді, ең мейірімді дәстүрлерінің бірі, баланы 40-нан шығару рәсімі туралы айтамыз. Бұл салт нәрестенің дүниеге келгеннен кейінгі алғашқы үлкен қадамы. 40 күн ішінде бала ана құрсағынан кейінгі жаңа өмірге бейімделеді. Ал 40-нан шығару осы кезеңнің аяқталғанын білдіретін қуанышты, берекелі дәстүр. Дәстүрді бастамас бұрын отбасы арнайы дайындық жасайды. Үй ішіне ақ дастархан жайылып, жақын әйелдер, әжелер, жеңгелер жиналады. Өйткені бұл рәсімді әдетте ызылы, жолы ұзақ, көрген түйгені көп, мейірімі мол әйел атқарады. Ондай әйелдің қолы жеңіл, ниеті таза деп сенген. Бала да сол адамның қасиетін алады деп ырымдаған. Отбасы мүшелері бәрін мұқият дайындайды. Көрпелер, тәттілер, күміс әшекейлер мен тиындар, және сәндік заттар. Бұл рәсім баланың өмірін бақытпен, денсаулықпен және берекелі бастауға бағытталған. Ыдысты таза суға толтырып, оған күміс тиын мен зергерлік бұйымдар салады. Суға салынатын заттар да жай нәрсе емес. Күміс білезік, сақина, тиындар тазалықтың, пәктіктің, берекенің белгісі. Күмістің табиғи қасиеті бар, ол суды тазартады, микробтарды жояды, энергияны жақсартады деп сенген. Сондықтан ыдысқа мөлдір таза су құйылып, ішіне күміс бұйымдар салынады. Бала таза суға шомылады. Күміс тиын өміріне береке мен амандық әкеледі. Әрбір қозғалысқа ата-ананың мейірімі мен батасы сезіледі. Ал баланың күлкісі мен жылулық көзқарасы рәсімнің мәнін толық ашады. Бұл рәсім баланың денсаулығы мен ұзақ өмірін білдіреді. Содан кейін баланың тырнағын, шашын алу рәсімі басталады. Бұны ерекше құрметпен, жай сөзбен емес, жүректен шыққан тілекпен атқарады. Баланың тырнағы нәзіктіктің, шашы болашақ жолының белгісі. Сондықтан оны кез келген адам емес, жақсылық тілейтін, өмірі түзулі, мінезі байсалды әйел алады. Бұл, сол адамның жолы балаға жұғысты болсын деген ырым. Тырнақ пен шашты суға салып жібітеді. Содан кейін сол сумен баланы 3 рет құйындатады. Бұл тазару, жамандықтан арылу, өмірдің жаңа кезеңіне қадам басу белгісі. Құйындату кезінде әжелер, өмірі ұзақ болсын, мың жаса, жолы ашық болсын, деп ақ тілектерін айтады. Рәсімнен кейін сол күмісті су баланың денсаулығы мықты, өмірі жарық болсын деп төгіледі. Шаш пен тырнақ қағазға оралып, киелі жерге, ағаштың түбіне немесе үйдің бір таза орнына көміледі. Соңында отбасылық дастархан жайылып, үлкендер бата береді. Бата бұл рәсімнің ең маңызды тұсы. Батамен ел көгерген, батамен үй берекелі болған. Сол себептен баланың 40-нан шығуы тек салт емес, тұтас бір қасиетті қуаныш, қазақтың балаға деген ерекше махаббатының көрінісі. Отбасы мүшелері бір дастарханда жиналып, баланың алғашқы айын атап өтеді. Олар ұлттық тағамдардан дәм татып, күліп, сөйлеседі. Бұл рәсім тек баланың өмірін емес, сонымен бірге отбасының бірлігін және қуанышын көрсетеді. Осылайша баланың алғашқы айы қасиетті рәсіммен атап өтіледі. Ол отбасында сүйіспеншілік пен бақытпен қоршалады. Әр қатысушы баланың өмірінің маңызды сәтіне куә болады. Бұл күн мәңгі есте қаларлық, және балаға арналған барлық баталар мен мейірімдер оны өмір бойы қоршап тұрады.